Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін математика пәнінен өткенді бекіту Қазақстанның көрікті орындары тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты екі амалдан тұратын есептерге талдау жасауды, оларды шығаруды үйренетін боласыздар. Ендеше бірінші есепке назар аударамыз. Өрнектердің мәнін тауып, каникул кезінде еліміздің көрікті орындарына қанша оқушының барғанын біле аласың дейді. Балалар есептерді орындалу ретіне байланысты шығарамыз және мәнін табамыз. Сонда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қанша бала барғанын, Айша бибі мазарына қанша бала барғанын, Байқоңыр ғарыш айлағына неше оқушының барғанын және Шырын шатқалына неше оқушы барғанын білетін боласыздар. Одан кейін оқулығымыздағы үшінші есепке назар аударамыз. Мына есептердің қысқаша жазылуы бойынша есептердің шешуі мен жауабын жазамыз балалар. Және үй жұмысына төртінші және бесінші есептерді аламыз. Төртінші есепте кесте бойынша теңдеулер құрастырып, оларды шығар дейді. Балалар, бір үлгі айтып өтейін. Мысалы, азайғыш, азайтқыш айырманың мәні деп тұр ғой бізде. Яғни біз 45 пен 30-ның қосындысынан азайтамыз, азайтқыш деген x-ті. 45 пен 30-ның қосындысынан x-ті азайтамыз, және одан тағы да x-ті азайтамыз, және оның мәні 12-ге тең екен. Сонда бізде екі амалды теңдеу шығады екен, балалар. Дәл осылай қалған есептерді жазасыздар. Және бесінші есепте әр суретте неше шаршы бар екенін табасыздар.